Қарапайым адам кездейсоқ бір күнде психопатпын деп ойласа не болады? Сәлем достар, бүгін біз оңтүстік Кореяның ерекше драмасы дневник психопата жайлы сөз қозғаймыз. Юк Доңшик брокерлік компания қызметкері. Яң Момын ешкімге дауыс көтермейтін жан. Бір күні досының орнына есепті жазады. Онда қате болады. Бастығына ескертеді. Бастығы тыңдамай бүкіл күнәні Доңшикке жабады. Отбасы да Доңшиктен теріс айналады. Өзіне өзі қол жұмсағысы келіп, бос ғимарат үстіне келеді. Бір көлік тоқтағанын көріп, көрмекші болады. Сөйтіп сериялық қылмыскердің адам өлтіруіне куә болады. Қылмыскердің күнделігін қалтасына салып қашады. Сол кезде полиция көлігі Доңшикті қағып кетеді. Доңшикте амнезия. Кім екені, не істеп жүргені мүлде есінде жоқ. Полиция күнделікті қалтаңыздан түсіп қалды деп береді. Күнделікті оқи бастағанда өзін психопатпын деп ойлайды. Жұмыста, үйінде өзін ұстауы өзгереді. Өзіне жала жаппақшы болғанын айтып, кінәсін мойындамайды. Тіпті бастығын қорқытады. Бастығы қорқып полиция шақырады. Алайда полиция сенбей кетіп қалады. Кінәні мойнына алмаған үшін үлкен бастығы бандиттарды әкесінің кафесіне жібереді. Алайда Доңшик оларды қорқытып қашырып жібереді. Оларды кім жібергенін де біліп алады. Полиция Сим Богёнмен дос бола бастайды. Доңшик Пак Джихун бандиттарды жібергенін естіп, Джихунды өлтіретін жоспар құрады. Ол мас болады. Жүргізушісіне дәрі беріп, Джихунды бос ғимаратқа апарады. Артынан нағыз қылмыскер Ину келеді. Джихун Инудың інісі. Доңшик Джихунға мен саған сұрақ қоямын. Әр дұрыс емес жауапқа орындықтың тұяғын кесемін дейді. Алайда ол оны өлтіре алмайды. Джихун қашып кетеді. Доңшик өзіне не болғанын түсінбейді. Және де бастықтары келісіп, Доңшикті әріптес қызды фотоға түсірді деп кінәлеп полиция шақырады. Ал Джихун болса Доңшикті ұрлап кеткенін біледі. Полиция фотолар үшін Доңшикті алып кетпекші болғанда, Джихун келіп Доңшикке бас салады. Әріптесі мені Доңшик фотоға түсірмеді, бәрін Джихун ұйымдастырды дейді. Сим Богён Доңшиктан күдіктене бастайды, оны аңдиды. Доңшик інісін құтқармақшы болады. Балалар оны ұрып тастайды. Содан Богён күдігін сейілтеді. Инудың адамы да Доңшикті аңдып жүр. Ину оның өз сияқты психопат екеніне сенімді. Доңшик Богёнға тергеу істеріне көмектесіп жүр. Қылмыскер өлтірген адам туралы ақпарат іздеуге зауытқа келеді. Алайда бастығы кіргізбей шетелдік жұмысшыға да айтпа деп қоқан-лоққы жасайды. Алайда шетелдік жұмысшы бір нәрсені білері анық. Сөйтсе өз-өзіне қол жұмсады деп ойлап, өлген адамды басқа жаққа апарып тастаған екен. Бірақ ол өз-өзіне қол жұмсамаған, Ину оны өлтіріп, өзіне өзі қол жұмсаған сияқты етіп жасаған екен. Бастығы шетелдік жұмысшыны да өлтіруге бел буады. Сол кезде шетелдік жұмысшы Доңшикке құтқарыңыз деп хабарласады. Доңшик барып оны құтқарады. Сол үшін тіпті марапат та береді. Енді Доңшик отбасында, жұмысында өте сыйлы адамға айналады. Богён екеуі тергеуді жалғастырады. Нағыз қылмыскер Со Ину Доңшиктің амнезиясы бар екенін, күнделікті тауып өзінікі деп ойлап жүргенін біледі. Доңшикті қылмыскер етіп жасаудың амалын табады. Сойну Богёнды шақырып, мынау Доңшиктің күнделігі деп береді. Сол кезде Богён Доңшикті тұтқындап түрмеге отырғызады. Доңшик барлығын мойындайды. Иә, бұның барлығын істеген мен, алайда менде амнезия, менің есімде жоқ дейді. Бірақ мен қылмыскермін дейді. Алайда Богён бұл жерде бір гәп бәрін сезіп, зерттей бастайды. Ину Богёнды ұрлап өлтірмекші болады. Доңшик түрмеде барлығын есіне түсіріп, Богёнды құтқару үшін түрмеден қашады. Полицияға мен қашып кеттім, Богёнды өлтіремін дейді. Осылайша Богёнды құтқарады. Богён екеуі кездесіп, Инуды ұстау үшін дәлелдер іздейді. Ину Богёнды тұтқынға алады. Доңшикке менің інім Со Джихунды өлтір, әйтпесе мен Богёнды өлтіремін дейді. Сол кезде Доңшик өзін жаралап, Джихунға өлген сияқты әрекет жаса дейді. Және ол Богёнды тұтқынға ұстап отырған жер офисқа бірден жетіп барады. Сол жерге барып Богёнды құтқарады. Ину терезеден құлап комаға түседі. Ал Доңшиктің кінәсіз екені дәлелденеді. Доңшик енді өзінің басынан өткен оқиғалар туралы кітап жаза бастайды. Ал Богён ең үздік детективтердің бірі болады. Отбасы да Доңшикті құрметтеп, барлығы бір-бірін сыйлайтын болады. Достар, мен сіздерге шолуды 5 минуттың ішіне сыйдыруға тырыстым. Міндетті түрде толық нұсқасын көріңіздер. Және арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.